Çekildim ayav, katayıp kanatların, jetildim ayay. Жүрегің алып ұшып, байыз таппай, кетуге белде байлап, бекіндің байай. Алтыннан аяқ, күмістен таяқ, ағайын ақтатаны, қалмайық аябай. Алтыннан астау, күмістен шашпау, бұл екі жастау, Құдайым қостау. Болсыншы бір өзіңдей қалағандай ай, берсінші бақыт өмір балаларға ай. Қадірің атсын қалқам барған жерде ай, домалақ Айша бибі аналардай ай. Ескі әннің ырғағымен жаңа әнімді бастайын мен. 90-шы жылдары гитарасын қолға алып, әрбір жігіт әнге салған, осы бір ән есте қалған. Тирит-тирит-тита, көңіл тербейді, 18 бен 25 қайтып келмейді. Тирит-тирит-тита, көңіл тербейді, 18 бен 25 қайтып келмейді. Гитарамен ән шырқап, түнгі таңға жалғады, сұлуларға жалындап. Армысыңдар ағайын, амандасып алайын, қазағымның салтымен сәлемімді салайын. Ал ағайын, тойыңның шымылдығын ашайын, құдаларды қарсы алып шашуымды шашайын. Қадірменді құдалар, той басталды келіңдер, тойымыздың төріне ақ ниетпен еніңдер. Қош келдіңдер құдалар, қадамдарың құт болсын, теңін тапқан қош жүреген бақытты жұп болсын. Қош келдіңдер құдалар, қош келдіңдер құдалар. Жүрегіммен, жаныммен, жан тербеткен әнімен, құда сыйлар құдасын салды менен сәнімен. Өнеге қып тәлімін, терең жайсын тамырын, құдаларды мың жылдық айырмасын тәңірім. Қадірменді құдалар, той басталды келіңдер, тойымыздың төріне ақ ниетпен еніңдер. Қош келдіңдер құдалар, қадамдарың құт болсын, теңін тапқан қош жүреген бақытты жұп болсын. Қош келдіңдер құдалар, қош келдіңдер құдалар.
бисмиллахсыз сығылма дейді қазағым. Бисмилlah деп бастайды сөздің басын, әумин деп көтерер қойдың басын. Бес-алты сөз айтылып, шайтан қашып, бүгін осы бітім әулетінде періште орналсын деген келеді. Батамен таңды атырған, батамен күнді батырған мұсылманның баласымыз, көлдей жайылған дастарханымызға елдей көп жайғассақ, әулеттің үлкен кереметтей құдасы Түзелбай атамыз иләһи әумин. Бата дастарханға. Рахман-рахим. Ассалату вассаламу аллах. Ва Расулаллах, ва Расулаллах Мухаммад. Ва Аллахи ва асхаби аннайн сумма махат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Я Аллах, баршамызға иманның байлығын, деннің саулығын, отбасының амандығын, асымыздың адалдығын, екі дүниенің бақытын нәсіп етіп, мына қол ұстасқан екі баламыздың болашағы жоғары, шаңғырақтары биік, босағасы берік, керегесі кең, өмірлі шүбірлі той думанды болуға Алла нәсіп етсін. Ва приния хасанатан, апил ахирати хасанатан, ақынна азабыннары. Рабна қрили вали валидая валил, муминина яума якумул киса, бирахматик рахмани рахмат, Аллаху акбар. Тойларың құтты болсын, құдалар қадамдарыңа нұр жаусын. Ақ келіміз бізге адал болсын, құлақ келіміз қаза болсын. Әдім. Танысып отырайық, білісіп отырайық. Бүгін енді бітім атамның әулетінде, Сәкен ағамның отының басында, ошағының қасында бүгінгі кереметтей тойының басы құдалықтан бастап алып жатыр. Жалпы қазақ тойдың төресі құдалық деп жатқан деген. Сондықтан да осы бітім атамыздың шаңырағына келген қадамдарыңызға Алла нұры жаусын. Сәкен ағамның ең жақын деген жанашыр туғандарымен, туысқандарымен танысып білсейік, құдалар жақпен де танысып білсейік, ас адамның арқауы дастарханынан дәм алып, иықтарыңызды кең алып, жақсылап демалып отырыңыздар. Бүгін сондай керемет жақсы күнде, жақсы күннің басқасында адамға аманат, дидар көрісіп қалып, бір ғанибет деп бір-біріміздің жүзімізді көріп, дидарымызды көріп, осы екі баланың арқасында арқа-шарқа болып жатқанымызға Аллаға мың сан шүкір етеді. Ал дастархан төрінде әулетті таныстыру үшін осы әулеттің жанашыр жағына Серікбай ағам қайда тұр екен? Серікбай ағамыз әулетті туғандарды таныстырсын. Құда-құдағилар, ағайын туған туысқандар. Мынау бүгін енді осы биболаты бітім Шермұхамбет шаңғарында өте қуаныш той болады. Бұл тойға марқұм бітім жете ме? Армандап жүреді осының үлкеннің тойында осы. Осының тойында бір армандап бір қара торғаймен жауһар тасын айтсын. Айтамай кетті. Енді ол жаққа да керек адам. Сол сияқты айтқандай құрметті ағайын, ана жолда таныстырып кетіп отырмын. Бұл егені таныстырғанда мен өзім осы үйдің туған бажасы боламын. Сіздердің ана үлкен құдағиыңыз күйеу бала боламын. Сол сияқты есімім Серікбай. Сондықтан мына жақтан сіздерге мына бірінші құдаларды таныстырам ғой деймін. Өз жақ, ол жақтан сұрап, құдалар өздері. Мына төрде отырған біздің ақсақал құдамыз, құдағи отыр. Бұл кісілер Алматыдан келіп отыр. Мына күйеу бала отыр. Нұрғамит деген бітім бауырымыздың бауыры. Марқұм қайтыс болып кеткен, сол кісінің Еңгілік деген қызы, күйеу баласы мініп балалар, мына әке-шешесі осы кісілер. Әулеттің үлкен құдасы. Әулеттің үлкен құдасы. Одан кейін келатқан мына төрде отырған Саят деген, бұл кісінің көрген жоқ шығарсыздар, анада болған жоқ. Бұл кісі Шакир апамыздың туған інісі, бауыры. Ол кісінің жолдасы Роза деген. Ол кісі қайда екен? Ал енді мына жанында отырған Бауыржан деген, үлкен Сағыныш деген апайымыздың марқұмның бітімнің үлкен апайы, сол кісінің баласы Бауыржан деген. Ол кісінің жолдасы. Земляки деп қойды. Ол кісінің жолдасы қайда Гүлсара? Осы қазан басында жүрген. Жарайды, ол келін деген бізде жора шақта жүреді өзі. Заңды өзі сол. Ал енді мына кісіні жақсы танисыздар, бұл кісі Жақия деген үлкен бітімнің марқұм бауырымыздың інісінің жолдасы Мазақ. Бұл кісі болған сіздерде
Менің ұлым мына тұрған Мына кісі Нұржан ұлы. Мына Нұртан Оған деген жетеді. інісінің Оған несі. жетеді. Оған жетеді. Мен өзім таныстырып кетейін деп жатырмын. Жоқ, оған жетем, асықпаңыз. Ал енді үйге де барғанда маған да жан керек дейді ғой. Сол сияқты айтқанда менің де жолдасым отыр міне. Сіздерге жеңгей болады өзі. Бір жағынан. Моя мама, кстати. Это мой папа, это моя мама. Роза деген таныстырып кеттік саятпен. Мына кісі өзі құдағи болады маған бір жағынан. Ол кісі көршісі, Нұркеннің мұғалымы. Саят. Тәтеміз мына кісі. Ал енді көршісі міне жүр. 50 жыл. Шәкер екеуміз келін болып түстік осы Бітімге күйеу болады, жеңге. Мен де осы үйдің келінімін. Ақгүлді де өзіміз түсіргенбіз кезінде. Енді мына кішкене жастармыз. Жылдарда айтылемін. Осы Нұркеннің. Бұл ең кіші Нұртәліп деген бауырлар бар. Сол жақта жүреді. Балалар келіп отыр міне. Күйеу баласы келіп отыр міне. Ерлан қайда, Ерлан? Күйеу баласы, мына баласы. Бұл күйеу баласы. Ал енді... Қандай Қайдар күйеу бол? Екеуі де ұлдары ғой. Екеуі де бір кіші. үлкен мен кіші мәкен. Серікпен не бұдай? Ал енді мына кісіні танисыз өзіңіздер. Осы мына кісіні танисыздар, мына... Генерал құдағи. Таны, кішкене. Менің орным отырғыздар. Менің орным отырғыздар. Сіздердің апаларымыз біздің Шакира деген. Сәкеннің мамасы, Ақбүл деген кезі. Көрсетейін. Әжесі. Бұлар таниясың, ал енді мына. Жаңа Берікбол қайда кетіп қол? Берікбол деген құда бала біздің құда маған. Оқтың жолдасы. Мына кісінің әпкесі Айгүл деген. Құда болады. Ал енді мына жерде тұрған өздеріңіз көріп тұрсыз. Сәкен баламыздың Ақгүлмен қызы тұр, ұлы тұр, келіні тұр, Жазира, Сырым, Анеля. Міне енді виновниктар істеуін екеуі осы. Бәрі осы мазан шығып отыр. Осы құда-құдағиларымыз, Ақгүл мен Сәкен. Ал енді жаңағы айтып кеткен әкісін таныс екесіздер, тұрып тұрған қызды. Самый красивый. Бұл ойнап кетіп отыр, осында. Мына кісі енді Бибігүл деген біздің құдаша. Қош келдіңіздер. Ақгүл деген құдағилардың туған сіңлісі. Кенже қыз. Тағы да жаңа Елнұр бар еді ғой. Ол Алдарынан шыққан. бәрі ғана жоржақта жатыр. Енді жоржақтағылар келгенде таныстырамыз. Оған дейін енді қазір сіздер енді мына жақта сөзді тамада. Ал рахмет. Таныстыру, әулетімізді таныстырдық. Енді құдалар жақпен білсек, кереметтей қыз беріп осы әулетке. Құдай дей сенген бірінші құдайға, екінші әулетке сен. Ақеркедей қызды осы Нұркен баламыздың қолына салып беріңіздер. Шакира апамның алақанына салып беріңіздер. Енді Ақеркенің жақындарымен танысайық. Құдалар әулетімен. Таныстырып өтейін, мына бүгін дастархан жайып біз күтіп отырғандарыңызға рахмет. Құдалықтарыңыз болсын. Енді мен таныстырайын, оң жақтан бастайын. Жоқ, Ербол Қалмайды ғой құдаларды. Шоң құдаларыңыз міне. Ақеркен папасы мен мамасы Ербол құдаңыз тұр. Ал шабалап бұрайық, құда мен құда. Осы Ербол қырмызы Ақеркен папасы мамасы. Мына енді оң жағында отырған мынау үлкен құдаларымыздың анасы, Ерболдың құдаларымыздың анасы. Қасында отырған құдағиымыз біздің мына сіздердің құдағиларыңыздың мамасы. Аты Сарахан. Аты Алма. Мынау ұрысып отырған оң жағындағы
менің өмір жолдасым айтам өзім. Аты Галина, бірақ бөле дейміз. Тұр. Менің жолдасым. Енді өзім Ерболдың кіші әкесімін, құдаларыңыздың. Үлкен құдаларыңыздың інісімін. Атым Ерғазы. Ол жетісудағылар көп білу керек, мен Текелде талай жыл ет саттым ғой. Текелде. Енді Тимканы айтайын. Қасында отырған Ақеркенің үлкен бауыры құдаларымыз Темірлан, Тимка дейміз бар. Қасында отырған Гүлнар қайда? Гүлнар жолдасы мына жақта. Гүлнар. Жеңгесі, Ақеркенің жеңгесі. Аты Гүлнар. Енді ар жағын таныстыра берейін. Тимкадан кейін ар жағында отырған. Ана, тұр. Ана біздің құдашамыз аты Қырмыздың қарында сіңлісі. Аты Жанар. Медеттің әйелі. Міне Медет құда бала. Біздің Қырмыздың інісі, ана келіншегі Медет атын не? Алия. Медет болып Алия Қырмыздың інісімін. Туған ісімін. Анау қарама қарсы отырған Абза Елеман. Немереміз біздің. Немереміз аты Елеман. Ерболдың інісінің баласы, Ербол құдаларының інісінің баласы. Ана қасында отырған ол да Айбек. Ол да сол. Ерболдың інісінің баласы аты Айбек. Енді тұр. Ақжеделі менің күйеу балам аты Ернар. Қасында отырған қызым Мақпал аты. Медет таныстыңдар. Медеттің бер жағында отырған біздің құдағиымыз Темірлан Ерболдың құдағиы, біздің де құдағиымыз ғой. Мына қасында отырған Қайрат Ерболдың жан жолдасы біздің. Құдаларыңыз. Правая рука ма, бастығым айтыр. Солай өзі бойдақ деп Ерболдың бастығы. Өзі бойдақ, если что. Бойдақ қой деймін. Қасында отырған. Гүлім. Құдаша, мына құдағиларыңыздың сіңлісі. Аты Гүлім дейді. Енді мұндай қажет. Мына отырған үлкен құдағидың сіңлісі. Аты Қарлыға. Әпкем баласы. Серікбай мен Бауыржанның көршілері бұл. Ортамызда тұрады. Аты Әділ. Подпольный кличка. Света. Келінім жолдасы Света міне. Аты Света, ұлты қазақ. Орыс болған қазақ болып кетті. Үлкен бауырымның кіші жолдасы келін. Ерболдың қырмыздың подушкалары. Міне екі подушкалар. Көп рахмет. Таныстық ұзағынан болсын деген 1 грамм алдыртайық құдаларға. Бауырлар қайда? Таныстық ұзағынан болсын. Қазағымыздың үлкен асы ет, дайын. Асалыңыздар. Асадамның арқауы құданың алдына қойдың басы, құданың асы. Құдай оңдасын, Қыдыр баба қолдасын. Бастарыңа нұр жауып, еш жамандық болмасын. Екі баламыз бақытты болып, осы құдағилардың әулетіне құт береке берсін. Екі бала бақытты болып, құдағылығымыз мың жылдық болып,
еш жамандық болмасын. Сүйемде жерсі сүйек берген, жылық сөз жанына тірек көрген, басынан егі бөлінбеген, сіңірінен сүйек сөгілмеген, қашан көрсеңде сыйластаның сыны кетпеген, сиыршы елі, ассалаумағалейкум дейін, жайлауы жайдар жандар, ектілікпен тамырлас, кемелдікпен кіндіктес болған екі жақсы туған ағайындар. Бүгін Алла сәтін салып өздеріңізбенен жүздесіп, өлең арқылы, ән арқылы сырласудың сәті туды. Қазақ деген халық қашанда қара сөздің қастерлеп, той думанын қадірлеп, бағалаған ел екен ағайындар. Ендеше өздеріңіздің алдарыңызға шығып, мынау менің бір жүрегімнен шыққан жырым өлеңдерім сіздердей керемет құдаларымыздың мың жүрегінің төрінен орын алып жататын болса, аспан мен жердің ортасында асаба дейтін пенде үшін одан асқан бақыт пен байлық жоқ шығар деп санаймын ағайындар. Жалпы жер жанаты жетісу өлкесінің өзі, күзгі жаңбырдың өзі бұлақ сияқты, күзінің өзі жұмақ сияқты, табиғаты тамаша, көк майсанға оранған, беткейі берекелі, қойнауы құтты, теріскейін қаратауға ұмаласа, түстігін жоңғар алатау аймалаған, төрт қақпасы құтты болған, өткеліне емен қойған, ұлы жолға есік болған, сиыршы еліне бесік болған бұл жетісу жері. Гауһар жауған жағасы нұр, Алматы менен анасы бір, салтанатқа саға болған, Астанаға аға болған бұл жетісу жері. Құран сөзін дұғалы еткен, дана сөзін дуалы еткен, алтын аймақ асыл өлкөн, пайғамбардан жас үлкен, таяқ ұстаған бала, тай мініп қуанып қайтатын, қасиетті жер жәннаты жетісу, жетісу ауылының аспанның астында, бітім атамның әулетінде, Сәкен ағамның отының басында, ошағының қасында, тойдың басы керемет құдалық той басталды. Қош келдіңіздер деп табыла құрайық. Бүгінгі керемет құдалық тойымыздың бет-бедесін ашып беретін, түңлігін түріп беретін аса қадірлі әулетіміздің үлкендері. Бүгінгі бітім әулетінде отырған кереметтей ата-апаларымыз отыр. Нұркен баламыздың асқар толдай аталары мен әжелері. Тұлпар тілектің тізгінін ұстап, сұңқар сөздің тонағасын сыпыратын, ғасырдың көзін көрмесе де, асылдың сөзін сөйлеп, тойымызда ашық деп хабарлап беретін әулетіміздің үлкендері, Шакира апам бастатқан әулеттің үлкендері, Маздақ апамызды, Гүлсара, Бауыржан, Гүлмира сынды ағаларымыздың алтын жүрегінен бастайық. Ал, құрметті құдаларым менің, құдағиларым менің. Есік аттап, төрмеге отырдыңыздар мінекей. Құдай қосқан құда болдық. 1000 жылдығымыз болсын. Өмір жасымыз ұзақ болсын. Осы екі баламның арқасында тойымызды тойлап, қызығымызды қызықтап жүре берейік. Өзімнің 3 немерем бар. Өзімнен шыққан 3 немерем бар. Сол балаларым аман есен болсын. Амин. Бір қызғалдағым бар. Тілейтінім өмір жастарың ұзақ болсын. Сол балаларымыздың тілеуін тілеп. Содан басқа бізге не керек осы балаларым аман есен болып. Әрине. Келгенде күліп қарсы алып, күліп шығарып салатындай келін болсын маған. Алдыңғы келін жаман емес, өте жақсы. Бәрі бірінен бірі нетіп атқан жоқ, қалысып атқан жоқ. Сол ақ екем осы алдындағы келіндерім сияқты болсын. Ал құрметті мынау үлкен менің құдам кеп отыр мінекей. Кіші қайнымның құдалары. Келгендеріңізге нұр жаусын осы отырған. Менің бауырларым бәрі кеп отыр ғой мінекей. Нағашылар кеп отыр Ақгүлдің. Бар тілейтін жақсылық қана болсын. Әмин. Жақсылыққа ғана келіңіздер. Құдай жаманшылықтан Құдай сақтасын. Әмин, рахмет. Шыққан түрлеріңіз құтты болсын, Құда. Олар Бұндай ұзағынан сүйіндірсін. Екі жастың бақытты болып, екі жастың шаңарағы биік болып, екі жастың
керемет бір бақыт иелері болғаны үшін Әумин. мен енді Шакира менен кете абысыны болам. Шакирадан ағадан кейінгі ұлдың жолдасы боламын. Сондықтан да әлгі жаңа жақсы келін, жаман келін деп айтып кетті ғой. Сол сөзіне қарағанда біздер жақсы келінді жақсы ететін, Әрине. сіңіретін, әулеттің төріне шығаратын Керемет. енелеріміз. Біздің енелеріміздің барлығы сонда бір керемет жерден шыққан. Тезек төренің енеміз Тезек төренің қарындасы болып келеді екен. Тезек төренің тұқымынан. Ал енді Жалайыр деген бабамыз бүткіл қазақ халқының жерін, елін қорғаған, мына таудың басында отырып, Қобыланды батыр жаугершілік заманда жауынгер жинаған елдің баласы болады. Сондықтан да үлкен әулетті жерге, үлкен дарынды, үлкен данышпан жерге келді. Біз Ескелді атамыздың әулетіненбіз. Сондықтан да мақтанамыз келіндері. Сондықтан да әрқашанда құда-құдағиларымызбенен әулеттіміз. Барлығы да керемет көңілімізге жағатындай құда-құдағилар жинаған біз өзіміз. Сондықтан да қуанышты болып өткенде, өздеріңізді көргенде, қарсы алғанда сондай бір қуанышты кең пейілменен қуанып айтып, бүкіл Алматыға жайып, өзіміздің керемет құдаларға ие болдық деп келген едік. Ал енді қызымыздың есіктен кіргенде жүзі жадырап, апа деп қарсы алған, күліп қарсы алғанын көргенде өзіміз қуанып бір керемет үлкен таудың басында шыққандай боламыз. Сондықтан ол өсірген Шакираға рахмет, осылай қуанышқа бөліп отырған. Қыз өсірген біздің құдағиға рахмет, сіздерге рахмет. Осындай бір сүйкімді, осындай бір нәзік, әдемі қызды бізде келін етіп бергеніне бақыт тілейміз. Осы шыққан төрлеріңіз мың жылдық болсын. Осындай жақсы құда-құдағилар алыс берістегі керемет құда-құдағилар болайық. Амин. Аман есен болсын. Ай, рахмет. Тыңдай. Сөз тыңдайық, тишина. Шакира тетемізден қазір мына келінді оң аяқмен кіргізіп жатыр. 2 жас бақытты болсын. Қалай дейсің екен? Бәтеннің қызменді күші болсын сізге. Екеуіңіз жаңа дос болып кеттіңіздер деп қояды. Сіздерге бәріңізге денсаулық тілейміз. Тойдан тойға жүрейік, 2 жас бақытты болсын. Амин. Гүлшара айта берсін. Ал құрметті құда-құдағилар, қазақтың салтымен мына сіздерде қыз бар, біздерде ұл бар. 2 жақ қосылып міне үлкен одақ болып жатырмыз. Алла бақытты болсын. Мына сіздердің жиналып отырғандарыңыз, сіздерді танымаймыз, қаймана қазақпыз. Біздің сіздерге дастархан жайып күтіп отырғанымыздың бәрі мына құдалық. Енді өткенде қызымызды алып, құйрық алып жеп, төс қағыстырдық. Сіздердің құрметтеріңізді көрдік, қошеметтеріңізді көрдік. Енді бүгін нағыз құдалық. Бүгінгі құдалық Сәкеннің шаңырағында, Бітім атамыздың шаңырағындағы үлкен құдалық. Құдалықтарыңыз құтты болсын. 2 жастың құрған одағы мықты болсын. Қаншама адамның мына тілеп атқан тілектері періштен құлағына шалынсын. Сіз болып құдамен қызыңызды, біз болып Сәкенмен Ақгүл. 2 жасқа сүйемелдесек кішкене, 2 жас мықты семей болып кетеді. Бәріміз соған тілекші болайық. Мына төрде отырған аталар мен апалардың жолын берсін. Біздің жолымызды атымыздағы ұрпақтарға берсін. Шакира тәте бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Алдында көп сөйлеп қозып кеттік қой деймін, уақыт алмайын. Шын жүрегімен тілейтін бүгінгі мына жүгіріс, 2 жақтың, бүгінгі мына қуаныш, бүгінгі мына дастархан сіздердің құрметтеріңізге ішіп жеп,
Біз зорлады деп барса зорланбай өздеріңіз ішіп отырыңыздар. Бұл Ақда Сарқан 2 жастың бақытына жайылған. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, құдалықтарыңыз құтты болсын. Шәкірдете, Сәкен, Ақкөл. Келін сіздерге мәңгілік болсын, күйеу бала сіздерге 100 жылдық болсын ба? Давайте. Керемет. Жақсылықта келсек. Айналайын қарағым, алтыным ай-ай, ақ жүзіңді көргенде алтыным ай-ай. Көрмегелер көп айдың жүзі толды ай, есен аман келдіңде жарқыным ай-ай. Бекзаттарым ай, шекзаттарым ай, құда болып әулетке кел жатқаным ай. Саржес құнған ай, топта тұрған ай, айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Ауылым көшіп барады таудан асыбай, таудан асқан бұқпенен араласыбай. Алыс ауылым кеткенде кез құдалар ай, келмеді жүрейін жанандасыбай. Бірге, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болған ауылыма кеп жатқаным ай. Отқа тұрған ай, айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Айналайын қарағым, алтыным ай-ай, ақ жүзіңді көргенде мақтадым ай-ай. Көрмегеннен көп айдың жүзі болды ай, аман есен келдің бе жарқыным ай-ай. Бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, құда болып әулетке кеп жатқаным ай. Саркес тұнған ай, отта тұрған ай, айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, жекжат болып ауруына кеп жатқаным ай. Саркес тұнған ай, отта тұрған ай, айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Құдалардың құрметіне ауылдың алды olsun. Ал енді, рахмет. Рахмет. Кереметшілікті құдалар жақтан. Екі бала бақытты болсын, шаңырақтары биік болып, келген жерінде сыйласуды болып, үлкенді сыйлап, үлкенше кішіні, кішіше сыйлап, қадірлі болсын қызымыз. Күйеу баламыз да екеуі бірге бір жастықта қартайсын, ағайын туысты сыйлап осындай жиын той бола берсін, кішкентайдар көбейе берсін, немере шөбере сүйсін, ана үлкен әжесін сыйласын, құрметтеп. Сол кісіге, ең қызық сол кісіге болып тұрған қазір. Сондай қуанышта кездесе берейік, дастархан осындай жақсылыққа жайылып, жақсылықта бола берейік, енді бәріміз аман болайық. Сосын ауданды ағырымды алып қойыңдар. Рахмет. Ақеркенің нағашы апасы бар ма? Мінекей, нағашы әжесі. Қосады. Ал құдалар, Тыңдайын. сіздердің шаңырақтарыңызды келіп отырмыз. Бәрін екі жақты қосып отқан балаларымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, бастары аман болсын, аузы нәсіпті болсын, бауыры бесікті болсын. Әмин. Сіздерге осындай жақсылықтан еш уақытта ажыратпасын. Аман есен болыңыздар. Барлықтарыңызға жақсылық. Әмин. Біздің құдамыздың кіші әкесі отыр. Кіші апасы. Бастайық. Тыңдай. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын, әрқашанда осындай. Басында жақсылықта, қуанышта қосылсын. Әмин. Екі бала бақытты болсын. Осы Қазақстанның еліміздің бір отбасы болсын. Шаңырақтар биік, босағалар берік болсын. Осы үйге, осы дастарханға жақсылық тілеймін, құт береке. Жақсылыққа келе берейік, ендігі жылы Құдай бұйыртса. Şimdi kanala geleyik. Жақсылықта басымыз қосыла берсін. Әмин, үлкен рахмет. Пайғамбарымыз ол дін жайында ешқашан жалған сөйлемеді дейді. Сол жалған сөйлемеген пайғамбарымыздың керемет үш сөзі бар. Үш адамның дұға тілегі
міндетті түрде қайтарусыз қабыл болады дейді екен. Ол жетімнің дұғасы, ол мүсәпірдің дұғасы, ол ата-ананың баласына жасаған дұға тілегі міндетті түрде қабыл болады депті ғой. Осы дастарханда қаншама жақсы адамдар отыр, кімнің бата тілегіне қабыл болып кетуіне ешкімнің кепілі жоқ. Пайғамбарымыздың өзі кепіл болған, бүгінгі ата-ананың баласына жасап жатқан тілегі Шәкур апа қабыл болсын деген тілек қой. Әулетіміздің төрінде аузында бисмилласы бар, сөзінің басы бисмилла, түйіні әлхамдулиллах болған үлкен құдасы отыр. Аузында қазақ деген ұраны бар, қолында құманы бар, ардақты үлкен ақсақалымыз отыр. Әулеттің кереметтей құдасына да жақсы бір тілектің кезегін бірге атамызға шапалақ ұрып қояйық. Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті құдалар, отырған төрлеріңіз құтты болсын. Адамның бірінші қадамы осы құдалықтан, сіз білен бізден басталады екен. Мен бұл әулетпен құдалар қойылма ширек қасым болыпты. Өзі мана Қарасазда мен жерденбіз, ұруым Албанның ішінде Алжанмын. Осы құданың тойы, қуанышы деп жарғызы кемпірді ерітіп, қанғалақтап кеп отырмыз. Керемет. Шақырымды артқа тастап. Аман болайық. Бұл әулет туралы не айтуға болады? Мен құда болғанда 5 құдамда бар еді. Ой, қызға зарымызда бір қыз бар еді. Құда баланың мамасы бар еді. Сәкен. Үркірет Құдай көрсетпесін, бірімізді біріміз көтеріп алып кетмек. Міне содан қалған ұрпақтар, орында бар оңалар дейді, қаяққа кетті Сәкен. Міне әке берген оқ жанар дейді. Міне сол әкесінің жолын неғып, сіздер төріне шығарып, күтіп отыр. Құдалықтарыңыз құтты болсын. Мың жылдық болсын. Енді ана құдағайды көріп көңілдеріңіз тойып отырған шығар, құда өте-мөте. Сіздің құда мұны яққа қарап қойыңыз. Ана құдағайыңызға қарап қойыңыз. Үлкен құдағайыңыз. Мен ана үлкен құдағайларға қарап қойайын. Сіздер үлкен мен рақатқа батып отырмын. Керемет. Мұнандай үлкені бар. Мұнандай ақылшысы бар. Керемет. Азбайды ғой деп ойлаймын. Аман болайық. Жақсылықта басқаса барайық. Мұна құдалығымыз мың жылдық болсын. Енді ары қарай мұна. Кемпір мөк бөлмен тұрып жатыр, осы кісе бермесек чатақ болады. Ай, бәрекелді. Қалан есен болайық. Қарбары қазлар дейді ғой, құда. Рахмет, Алла разы болсын. Құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін тойдың басы, той құтты болсын, екі жаққа ортақ болсын, балаларымыз бақытты болсын. Шаңырақ көтерейін деп отырған екі баламыздың шаңырағы берік, босағалары берік болсын. Алдарынан ай тусын, арттарынан күн шықсын, өнсін, өмірі сүбірлі болсын. Осы екі баланың жақсылығына тоймай, екі жақтап суанып, аман есен жүре берейік, ел аман жүрсін. Әмин. Қазақ халқы аттан құласа да салтынан құламаған. Бүгін бітім әулетінде құдалық тойдың басында еттен кейін салт пен дәстүр, құйрық бауыр деген керемет рәсім қарсаңыздар. Ал, аталар, жібер. Айналайын дүркеннен, құдасы бар дегізген. Төрді отырған бас құлда, бас болса да жас құлда, асатайын бауырды, аузыңызды аш құлда. Анам, анам дегізген, құйрық қауыр жегізген, айналайын анамнан ей, күнде тұрып емізген ай. Сыйламасаң әке шешеңді ұрғызар Құдай шекеңді дейді. 9 ай күн көтерген мұздай бесік таянған, жыласа шошып оянған, қарны ашып қалды ма деп алдарына тамақ үйдірген, 62 тамырын әугаста Құдайым өзі үйдірген, желкесіне міндіріп жерге қоймай етегіне сидірген, жасынан беріп мектепте танытып қола білдірген, Асқар Таудай ата-анадан басқа
салт жоқ ешбір шектескен, бұл қыздар үшін от кешкен, қол алысып құда дос болып, құйрық бауыр міне жаңа ғана еттескен, берекелі күнде беттескен, 1000 жылдық құда болып серттескен, құда мен құдағиымыз төрімізде. Ағайынның жолы бір басқа, туысқанның жолы бір басқа. Құдалар құйрық бауыр асастық қой, шапалақтың неге құданың құрметіне ұрмасқа. Осы керемет салт дәстүрге тағы бір әдемі керемет тілек, құдалар әулетінен келіп отырған аса қадірлі Ақеркедей қызымыздың жанасыр жақын үлкендері құданың шашбауын көтеріп жанынан табылып келіп отыр. Берге қатырып отырған ағамыз өзіңізден бастап тағы бір кеп. Күйеу баланың аты Үркен, бақытты болсын. Әмин. Солардың немісін көрсін. Ағам, қырмызды ерке, қызым көріңдер. Дені сау болсын. Барлығыңыздарға екі жақтың жүрегін келін болып, мына жаққа бәріне жақсылық болсын. Аман болайық бәріміз. Әмин. Бәрі жақсылық тілейміз сіздерге, екі жаққа да. Ал енді Құда құдалар, бүгін сіздер шаңырақтарыңызға балалардың арқасында танысып сіздерменен. Енді екі баламыздың көтеріп отырған шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын, балаларымыз бақытты болсын. Қызымыз енді осы сіздерге тек қана жақсы қызмет, жақсылық әкеледі деп ойлаймын. Біздің қызымыз енді еркелеу болып өсті, білмегені болса үлкен құдағи. Өзіңіз үйретіп жатарсыз, өзіңіз көрсетіп, үйретіп қызымызға. Сіз тұрғанда қызымыз ештеңеден таршылық көрмейді деп ойлаймын. Нәтижесі бар үйдің, үлкен үйдің несі бар дейді ғой әлгі қазақтарда. Ырыс бар, құт бар, үлкен кісі бар үйде. Иә, киесі бар. Сондықтан енді сіз барда біздің қызымыз бәрін үйреніп, оқып, тоқып, сіздің жолыңызды берсін біздің қызымызға. Енді осы үйге тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын, дастархандарыңыз осындай жақсылыққа жайылсын, дастархандарыңыздан нан кетпесін, табақтарыңыздан ет кетпесін, екі баламыз бақытты болып, Құдай бұйырса келер жылы осы уақытта ыңғайлаған сәбидің үні естіліп, шілдеханаға келейік. Енді заманымыз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, бәрілерімізде аман-есен болып, осындай жақсылықта бас қоса берейік енді. Керемет. Біздің Құданың жеңгесі отыр, жеңгесі. Әдемі тілекті тағы да жалғастырады. Тыңдайық. Құдақтарына бір ай болды міне өрісіміз келмей жатыр, қуанышымыз ішімізге сыймай жатыр. Екі жас бақытты болсын. Бергенде емес енді, сіздер қожын алып келдіңіздер, бүгін төсек орын алып келдік. Бергенде емес, алғанда емес, ең бірінші сол жастар бақытты болсын. Мына үлкен ағалар, аталары міне 55 жыл не болып жатыр. Өмір сүргенде қоныс құрғандарына сондай жолды, солар сол кісілердің жолын берсін. Айтқаныз келсін. Сол енді шілдеханаға келейік. Осы шаңырақта тек қуаныш болсын, басымыз жақсылыққа қосылып, сәлеміміз, аманымыз аман болып көрген жерде осы қуанышқа тоймай жүре берейік. Өткенде Шакир апам сіздердің әулетке барды, қазақтың салты дәстүрімен қоржын бәрін апарды, иә? Туғандарын етіп апарды. Бүгін сіздер жақ келдіңіздер, тағы да қоржынға қоржын, жемпірге жемпір, кемпірге кемпір, алтынға алтын, күміске күміс. Ең басты өзіңіз айтқандай, расында дүние ол артта қалатын, қу дүние дейді қазақ. Ең бастысы, екі баламыздың шаңырағын құламай, өздерінің жыламай жүргені жаңа беріскен, алысқан алтыннан да қымбат екен еске сақтайық, иә? Құдалықтарыңыз құтты болсын. Осындай қуаныш арамызда жиі болсын. Біз бәріміз осы жерге жиналып отырғандарымыз, ниеттеріміз, батамыз, тілегіміз, екі бала бақытты болсын дейміз. Сол екі бақыттың жақсы болу үшін Алланың құлағына шалынсын деймін. Сол енді екеуі бақытты болып, тек қана қуанышын көріп, жаңа айтпақшы осы уақытта ендігі жылы кішкентайдың ертен сүйік, арамыз ешқашан суымасын,
Осы туыс болып ары жалғастыра берейік. Бәріңізге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Қуанышты келеді. Рахмет. Роза апам. Қадамдарымыз құтты болсын. Құдалық 1000 жылдық болсын. Екі жасқа тек қана бақыт тілейміз. Екі жаққа да мейірімді болсын. Ең жақсы үлгілі семья құрып, Амин. балалы шағалы болсын. Сіздерді біздерді қуанта берсін. Ақ дастархан тек қана жақсылыққа жайсын. Сол жақсылықтың бәрін тілеймін. Рахмет. Арқалы жұртым бармысың, төрт көзім түгел бармысың. Қауышпағалы көп топтау, сағынам ішім қалғышым. Сендерді жырлап өтейін, кеткенше ойдан әлгішім. Қолыңда әнші еткізген, өздеріңнің аққысың. Кешегі жүрген жанағам, отырған мынау шалмасын. Кешегі жүрген жеңгейлер өткен күнге зармасын. Көкейден шыққан ән нашар, көңілдің іш қойсалайын. Азғана шыдап сабырмен, бір әнімді айтып қалайын. Кетесің болса жасылман, кетпейді дауың басыңнан. Қартайған ата-ананың көңілі болар жасыған. Бейбастақ бала бағасыз, қайрана қаттай тағасыз. Орынсыз жерде жасыған, орынсыз жерде тасыған. Мен де қойғам, маған алғызып сіздер Allahsız olsan kız balam, olmaydı deyber әйт адам. Özünden nerede tutsa da güzelim жаным сыздаған. Көргенмен өзің өзгеден, аулақтап жүрер жүз қадам. Бірде қолымен, болады әттен сыздаған. Тойыңа сыйлап әдей-ай, әнімді алып келемін. Тыңдаушыны таңдырары сөз бар жаным сербен. Құтты бол сен бүгінге, құлына жасап жатқан тойыңе. Орындалсын ниетпен, арман тілек ойыңе. Құтты бол сен бүгінге, жасап жатқан құлалық тойыңыз. Орындалсын ниетпен, арман тілек ойыңыз. Шүкір, мен осыға түскен келініңіз, әулетіңіздің абыройын асқақ, беделін биік ұстайтын сондай жақсы келін болуды Алла нәсіп етсін. Бүгінгі айтылып жатқан тілек дұғамыздың бәрі қабыл қылып, келесі жылы осы бүтін әулетінде шілдехана бесік тойға шапқылап келуді Алла нәсіп етсін. Құдалардың алдына төс қақтар деген тағыртағымыз бар, білесіздер. Біздің жер жанаты жетісуды өзі бар жоғы екі-ақ салып қой, анау Ақтөбеге, Атырауға барсаңызда Құдай салмасын 13 сатпай екен, 13. Бәрін бере екен. Біздің жақта жетісуда екеу-үшеу бар кетсе, сол салт пен дәстүрдің бір емес бірегейі құдаларымыздың алдына төс қақтар асалайық. Төс қақтар! Әлемсақтан жалғаспен салып пен дәстүр, төс қақтар деген арамды табағымыздың дәмін тартып көріңіздер. Дәмі ұнап жатса қайтармасын бересіздер. Ұнамасам демей отыра беріңіздер, айбеттейміз. Жасы толғаннан кейін тұрмысқа беру, шариғатта да бар, тұрмысқа беруге ұзатып жіберу асық дейді. Қыз баланы жарты жұтып жаратқан. Сондықтан да ер балаға біздің
осы Ақнұр қызымыз тұрмысқа шығады дегеннен бастап кішкене уайымдадыңыз ба? Уайым болды. Әрине, мен қандай әулетпен құда болып жатырмын. Қызымның тағдыры не болады деп уайымдадыңыз. Құдайға шүкір, өте жақсы өскен, өнген әулет екенін естіп, Құдайға шүкір еттіңіздер. Иә, қыз бала өзіңізге жақын болады. Сіз еш нәрсені уайымдамаңыз. Қыз берген қиындау, дұрыс қой уайымдағаныңыз. Мен де 2 қыз болған, берген мереке. 2 қыз бердім. Садикке берген. Садикке біразда жылайды. Үйді сағынам, папасы сағынам дейді. Оған қарағанда Ақнұр қызымыз кереметтей әулетке келін болып босаған аттап жатыр. Дұрыс қой, иә? Иә. Енді осы таумен тау қосылмасыла малмен басымыз 2 әулетті жақындастырды, туған қылды, туысқан қылды. Ортада тақ бір тамаша жақсы тілек. Біздің осындай кереметтей құда осы әулеттің төріне қонып отырған Ақнұрдай, Ақеркедей қызымыздың ата-анасына бір керемет құрмет қылып қосып берейікші. Құда қылып. Ұзақ болыңдар. Балықтарымыз мыңжылдық болсын. Жолдық деп айтып отырғандар бәріне қосамын. Енді қызым енді жақсы үйге барып деп ойлап отырмын мен. Әрине. Дұрыс бұл жақсы келін болсын. Өсірді келді. Енді өсірді Нүркен екеуі. Әрине. Бақытты болса болды. Бізге басқа не керек? Бақытты болып екеуі. Жақсы семья болып. Әмин. Бәрі жақсы болсын. 2 бала бақытты болсын. Шыққандар ашық болсын. Шағаттар биік болсын. Сізге үйде үйлеріңізде өте қуаныш болсын. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Үйлеріңізде той болсын. Енді жылы Құдай бұйыртса Шілехан отырайық. Рахмет. Сәлем құдаларыңыздың жақыны жанасыр. Серікбай аға. Қадірлі қонақтарымыз, құда-құдағиларымыз, ағайын туған туысқандарымыз, ағаларымыз, інілеріміз, жеңгелеріміз. Мына бүгін өте қуаныш күн. Олықтаны, бұл дастарханда бұл шаңғыраққан бітім деген менің туған бажам бұл шаңғырағында қуаныш болып жатыр. Бұл 2 жас бақытты болсын деп жатырмыз. Шілдеханасында болайық, келесі жылы аман есен болайық деп жатырмыз. Айтқан тілектердің бәріне қосылам. Әмин. Бәріңіз аман болыңыздар. Сіздерге айтып отырған бір жағын айтайын десем, құда деп айта алмаймын. Жүрегім батпайды дегенде анау төрде отырған кіші әкесі мен інім өзі. Сол жақта өзім кішкентай күнімнен өскен ауылым. Енді міне қазақ айтады ғой 2 жас бақытты болсын деп. Сол 2 жас тауып бірін-бірі тапқаннан кейін қайтеміз енді. Бәр жақсылық тілеймін оларға. Шаңырақтары биік болсын 2 жас. Кенелері мықты болсын, бақытты болсын. Мына 2 жаққа да ауызбірлікті болсын. Мына отырған әжесі қуанышпен күліп ойнап қастарында жүгіріп жүре берсін. Керемет. Бұл қолы ана боқсерақтан басылмасын. Басылды құландарын орындай беріңдер. Мына енді ана бажам да бір аулап жатқан шығар. Ол армандап жүретін қасында. Сәке, осы Нүркенмен жазиған немелерінде енді бір ауын өтісіп жатқан шығар, бітім атамызда еске алып жатырмыз. Арманы, міне, бүгін өкініш қарай атасы жоқ та, Құдайға шүкір, апасы бар ғой, апасы бар, иә? Апасының да арманы міне орындалды. Алла қаласа, енді бұл кісінің арманы Нүркеннен немере сүю. Тәтті немере сүю. Балаң өскенше дейді. Иә, шөбере сүю. Иә, балаң өскенше немере өлгенше дейді. Сізге Алла тағала кереметтей чекес торсықтай 2 егіз шөбере сүюді Алла менің аузыма Алла салғызған шығар, мүмкін болады. Дұрыс, Алла разы болсын. Біздің қырмызы құдағида кектінің қызы, көргені мол, тәрбиелі, сондай енесіз. Қыздың артынан бір қабаты дейді қазақ. Төсек орнында
жұмыла көтеріліп ағайынмен бірге алып келген екенсіздер. Төсек орын ашатында уақыт керек. Кешкі сағат 5-те той екен. Сондықтан да рұқсат болатын болса, мүмкіндік болса, сыртқа шығып кішкене демалсақ, аталарымыз сыртқа шықса, намазға тұратындары да бар екен. Дастарханымыздың батасын алып ас қайырып, төсек орын ашу деген рәсімдер еттеп, есі ғана кішкене билесек болады, иә? Ал құйылған елу грамм талдыртайық, жаңағы құйылған. Алтын көпір болады ғой екі жақта. Сол бар ғой, алтын көпір дел болсын, бірақ ан жақтан қоржын, мына жақтан қоржын, мына жақтан қоржын, сәкенмен қырмызы екеуі, Ербол бар, Ақгүл бар, төртеуі таласып, ішінде шуылдап немерелер бит-бит жүрсін. Давайте сол шылақшы. Туған шапалақпен, стой алып қояқшы. Ішек қалындар. Сай болсын, қазақ май болсын. Төрт сай болсын, қолдарың сай болсын. Қызың бақытты болсын, оң яғал болсын. Бергеннен Алла таңбасын, көбейе берсін, мал басын. Өсе берсін, жан басын, қыдыр болсын, жолдасын. Досынан көңілің қалынбасын, жағанның дұшпан алынбасын. Құдағиымыз дәулетті, берекелі болып, екі жас бақытты болсын, әруақтар әрқашан қолдасын. Сөз тыңдайық, давайте. Біріміз тыңдап, әдемі болып алғанымызға тәубе, үлкен шүкір, үлкен қанағат. Тойға жетейік. Сол кеште тойда дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, Құда жағыз маладая. Билет шықтым ортаға қарай, Құда жаға құшақ жая. Ей қарындас есімің қалай, қара
Есімің Балғадиша емес Балқия, Құтбаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балғадиша емес Балқия, Құтбаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Жаяуын әсем қосылған кезде, қарсы алдымнан сен табылдың лезде. Билеуде бәрі қалмайық қалыс, ортада тағы билейік вальс. Жақында бері тартынған жоқсың, жүректер демі жақыннан соқсын. Алдыңа келдім арғиы қаншанды бастардай, ойнесе құбас томалайды деп, еңкейге қарт пен келіп түгел жас қалмай. Аталарым келіп батасы майда, бауыздап қазанға сандық жаны қасқандай. Әжелерім келді шашуын шашып, қазынасы мол сандығын асқандай. Ағаларым отыр төрімізде міне, бармағыменен балды басқандай. Жеңгелеріміз жайсам күлімдеп отыр, көктемгі бар бір қауызды ашқандай. Заманғас достар армысың бүгін, таңменен таласқан тарғыл аспандай. Қарындастарымда құлпырып кетті ау, қанаты ала қарлығаштардай. Әнімізден гүл асқандай, сәніміз сән гүл асқандай. Ендеше тойын Сәкен аға, осыншы жазылған мәңгі дастандай. Жамағаттың жақсы тілегі, жаманатқа қойылатын адыраспандай болсын дегім келеді. Бүгінгі кереметтей жақсы әулет, бітім атамыздың әулетіне тағы да қош келдіңіздер. Ардақты қонақтар менен салмақты қонақтар, сабырлы қонақтар менен қадірлі қонақтар, әр нәрседен хабары бар жан-жақты қонақтар. Қош келдіңіздер. Сыйлы қонақтар менен мейлі қонақтар, дарынды қонақтар менен қарынды қонақтар, бас қонақтар менен жас қонақтар. Бүгінгі тойға деп ақ тілегіменен арымен келген қонақтар, үстіне жылдыратып киініп барымен келген қонақтар, күйеуі байымен жарымен келген қонақтар, күйеуі жоқ болса да парымен келген қонақтар, өзіне сеніп чамасымен келген қонақтар, өзіне сенбей мамасымен келген қонақтар, соңына чұбыртып баласымен келген қонақтар, жақтырмай тырысып келген қонақтар, келе жатып бір-бірімен ұрысып келген қонақтар, халық тойды қаузып асығып келген қонақтар, асығып жүріп бірдеңелерін жоғалтып алып шашылып келген қонақтар, қос өкпесін қолына ұстап жарысып келген қонақтар. Бүгінгі бітім әулетіндегі тойда жақсы отырайыншы ау деп дәріс ішіп келген қонақтар деп бір шапалақ ұрыңыздар.
Құрметті жақсы әулет. Бұл Бітім атамның әулеті бұрыннан сән сәулетті, жиған дәулетті, жиған берген далаға шашпай, міне апамыздың көзі отыр, қос баласына шашып кереметтей той қылып жатыр. Жалпы бүгінгі Бітім әулеті бұл кісінің арғы тегі, аталар, бабалары елге бетті, беделді, сондай ақылды, жақсы адамдар болған екен. Қарабастары бағалы, арғымағаттары тағалы болған. Бір сөзбен айтқанда қолы жағадан, аузы тоғадан сүрейтін, Құдайдан қорқып пендеден үйріп қадам басқан, текті әкенің, текті атаның, әулетінің жасап атқан тойы құтты берекелі болсын дейді. Аса қадірлі Шакира апам міне баладай көңілмен даладай дархан дастархан жайды. Қазақта мал баланың шашуы десе, бір Аллахқа бағынатын елекеміз. Тойдыманың төрінен табылатын елекеміз. Олыменен қызымызды өсіріп, солардың несібесіне шашылатын елекеміз. Қадірлі Құдағиымыздың сый табағы да дайын. Құдағиымыздың құрметіне, әулеттің атынан, Шакира апамның атынан, Құдағидың өзіне сылаға табағы, сый табақ дейді, қос табақ. Қол соғып отырыңыздар, қол соғып! Жас болдыңдар, саған келді сый табақ. Құй шекара. Ойын-күшпен жиналып отыра берейік. Келесі жылы осы кезде шылыққа деген есеген. Құдағилар, адамдарымызға нұр жаусын. Екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын, жолдары ашық болсын, әрқашанда аман болсын, өмірлері сәнді де мәнді болсын, бақытты болсын, жастарымызға тек қана жақсылықта кездесек, қызықтарына тоймай жүре берейік екі жақта. Дедім, бәрі жақсы, дендері сау, бақытты болсын. Әмин. Жалғастырамыз. Құрметті құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Не дейміз, екі жас бақытты болсын. Келін жол салып жатыр. Келген аяғынан дейін енді Құдай бұйыртса келген осы уақытта келесі осы уақытта ішінде қанатты кездесейік. Барлықтарыңызға денсаулық, тек қуанышта кездесейік. Осымен тойымыз ары қарай жалғаса берсін. Тек қана жақсылық тілеймін енді. Ең жаман дегеніміз осындай болсын. Әмин. Құрметті құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр болсын. Туған құдағиыңыздың сіздің кенжесі боламын мен. Сасқалақтасым, кешіріңіздер. Құдалық мың жылдық болсын. Жастарымыз бақытты болсын, өмірлері баянды, ғұмырлы болсын. Тек жақсылықта осылай ақтастарханда кездесіп жүре берейік. Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар жақсылық болсын. Ал тамақтан ішіп, жеп отырыңыздар. Барлығы сіздер үшін, алыстан келген қонақтар сіздер үшін. Барлығымыз амандықта болайық. Ішіп, жеп, алып отырыңыздар. Рахмет, Сәкен мен Ақгүлдің достары да жиналып келді. Қайғындай теріскен, әзілдері келіскен, бала күндеріне кім білсін, бір темекіні бөлісіп шегіскен. Осы күнді расында. Алыстан келген құдас қайда? Алыстан келген кім дейді? Кім дейсіз, Ақгүл? Қырастасын, аға, сөйлей беріңіз. Өз бәріміз өз ауылдық құдағылар жолдарыңыз құтты болсын. Дендері сау болсын. Бүгінгі екі жасың бақытты болсын. Әмин. Тек жақсылық. Құдайдың тілеген бақытты қуанышты болсын. Әмин. Рахмет. Құрметті құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Біз Сәкеннің кластас құрдастарымыз бүгін сіздерге
автобус жетіп сіздерге қонақ сіздерді күтіп отқан мына класстас құрдастарымыз. 2 жас бақытты болсын. Енді біздің де балаларымыз ғой енді оларда. Енді аман есен өмірлі шөмір болып, қызықты өмір кешсін. Сіздерде осы Сәкен Ақгүл бар. Сіз құда-құдағи қызықты өмір сүріп, жаңда аралас құрласып жүре беріңіз. Сіздер қоштап, біз де демеп жүре берейік. Рахмет. Өзіңіз. Бәріміз шулай береміз жоқ, айтайық па, мамаша ал енді, құрметті құда-құдағилар, өткенде барып, келінімізді алып баруға боғын қатысқанбыз. Рахмет, үлкен бір әйбет келістен өсіп беріңіздер. Рахмет сіздерге. Екеуіңізге айтамын. Енді әрине, нағашы, жиен өзің, апаларың бар, ағаларың бар. Бәріңізге рахмет. Арасында өзіміздің бауырларымыз да бар екен менің маған. Енді тәубе Аллаға шүкір. Келіміз келді. Ертең күнен аяқ қолын бауырын алып, бір өмірге нәресте алып келуге тілектеспін. Қош келдіңіздер. Есігімізге мына бітімаған үйі. Мен негіз ол кісіні Батя дейтін. Батя, мамаша деп айтам. Сәкен құрдасымен бір класста оқығаннан кейін айтамыз ғой бір-бірімізге бәріміз. Енді осы үйде Сәкен мамаша өзімізге осы үйде тек қана қуаныш болсын, баланың нәрестенің дауыс былдырып өтпесін, дастарханымыз қуанышқа жайылсын. Құрметті құда-құдағилар, құрметті жаңағы алыстан келген кішкентелердің бар, бәрдеріңізге, отбасыларыңызға береке бірлік, бақыт, қуаныш тілейміз, жақсылық. Өмір алда ғой ары қарай. Осы балалардың қуанышын қоймай жүре берейік әрқашанда. Сол үшін алдарыңыздың астан алып отырыңыздар. Әумин, рахмет. Жалғастырамыз. Айшаға бер, Айшаға. Ал құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Төрдегі орындарыңыз құтты болсын. Тұғыл шапалам. Құдалар, жүгі мен ризалықтарды көріп атқан жоқсыздар. Қалай, настроениеңізді көріп атқан жоқ. Қалайсыздар құдалар? Ал енді құрметті құдалар, біз бір қауым ел 75 жылғы Сәкен құдалардың атынан келген достарымыз. Төрдегі орындарыңыз құтты болсын, мықты болсын. Ортада салынған алтын көпірлерің салмақты да нақты болсын. Екі жақтың қоржыны былай-былай жүре берсін. Құдалыққа келген адамдар стойкий болсын. Мықты болсын. Аман болайық, сау болайық, сау үшін болсын. Қалып қояйық. Құдалыққа келіп отырмыз сіздерге. Рахмет, бар болыңыздар, бай болыңыздар, аман болыңыздар. Үйлеріңізде әрқашан нұр жаусын. Аман болыңыздар. Сіздерге рахмет өзім. Қошеметтен күтіп отырғандарыңызға мен особо алмас бауырыңызға рахмет. Ана жол күтіп отыр, осы жол күтіп отыр. Рахмет сіздерге. Амин. Разымыз біз. Аллаға шүкір, бәрлеріңізге разымыз. Аман болыңыздар, балалар бақытты болсын. Мына мен енді Ерекенің досымын. Студент кезімізде бірге өскенбіз, бірге жүргенбіз. Қырмызы деген ол біздің хозяйкамыз ғой. Общий хозяйкамыз еді. Ойнақ болса қайтеміз еді. Екеумізге жаңызы еді, воле-не-воле. Өзі біледі. Ұзама, отырғызама. Воле-не-воле. Аман болыңыздар, рахмет. Құдалық 1000 жылдық болсын. Осы шаңырақтарымызға келіп, осындай көріп отырмыз. Осындай әрқашанда алдымыз. Әке-шешелеріміз отыр, Батя отыр, мамашалар отыр, Жөлгүл отыр, зам. Первый зам ғой біздің, первый зам. Генерал. Генерал ғой? Генерал. Сіздерге рахмет. Құда-құдағилар, сізбен танысқаныма, осы әулетке қонақ келіп жатыр, құданың құдасы болып келіп жатырмыз. Рахмет сізге. Дастарханыңыз мол болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын, екі баламыз аман болып, бақытты болып, осы әулетте немере шөберелер болсын. Не деймін енді мен осы құдаларымызбен 6 жыл болды құдағи болып жүрген. Одна единственная неповторимая құдағи. Өте керемет. Оригинал.
Керемет ария. Фирма демейсің ба? Фирма. Мына Ақерке біз құдағи болған кезде жас қыз болған. Бір қалыпты ғой бұл. Ақеркеміз сондай бір қалыпты өзі тұйық енді. Артық іштемесі жоқ өзі. Өзіме жақсы ұнайтын қызым ғой. Нетімен сізге рахмет көп-көп. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сізге бәрімізге де рахмет. Құда жағыма да жағы сізге де. Бәріне ризамыз. Аман болайық осылай. Бас қосып, тойда кездесіп, одан басқа не керек? Осы кішкентай жас, кішкентай өмірімізде қуанышта мен ана жаңа көп сөйлей алмайтын бүйтіп нетіп тұрмын да кішкене. Иә, содан енді мен атынан енді мен өзім өлең айтай алмаймын. Қамада деп сұрап тұрмын, мен үшін өз атым, мен атынан өлең. Жақсылық болсына, апалар отыр, аталар отыр, байғырап отырсаң, үлкен әжесі отыр. Сол кісілер жолдарын берсін бізді, екі жасын бақыт. Тек қана жақсылық болсын. Құда-құдағыға рахмет нәркімдер. Сәкен мен Ақгүлге. Дастархан тек қана жақсылық ажайып. Папа, еңгісін атыңызға қама қойып. Үлкен кісі болғаннан кейін. Сол кісінің жолын берсін. Немересін үйрендіріп жатыр ғой. Сол кісілердің жолын беріп, Құдай берсе, кім Ақеркеміз үлкеніміз тоже, немеремізді үйлендіріп жатырмыз деп өстіп, ақ дастархан жайып, бәрімізді жинап отырсын. Келесі жылы бұйырса шілде тойда отырайық бәріміз. Түгел болып, мына жерде танитынымыз бәріміз. Тек қана жақсылық болсын. Осының алдыға айта қойыңыз. Құдағилар, сіздерге үлкен рахмет. Ақ дастархандарыңыз жайып, бізге есік көрсетіп жатқандарыңызға. Дастархандарыңыз кең, жақсылықтар жиналайық, терезелеріңіз кең болсын, босағаларыңыз кең болсын. Енді Ақерке қызымызбен енді ұлымыз бақытты болсын. Биыл келініміз бала келін болса, келесі жылы бала келін, дана келін болсын. Одан кейінгі дара келін болсын. Ең сыйлы, сіздерге ең жақсы келіндеріңіз болсын. Судай батып, балдай батып, судай сіңсін. Қызымызға тек бақытты болсын. Тек қана жақсы тек бақытты. Алтын, ақша, мына ол жүре береді деп. Самый главный екеуі бақытты болсын. Вот ты молодец, дүние олдың кірі дейді. Бүгін бар, ертең жоқ. Ана лимон алып саш, шешсаш, пожалуйста. Лимон алып саш бәрі. Бастайды. Ойында алыстан, өзіңмен таныстан, жайнаған жағада тұрдың сен. Жақ едің күнде, қайдасың сар бойын шаралады, сенде бармаған, сар бойын шаралады. Кетеме осылай, әліміз қосылмай, айдалмай көрсем Құрметті қауым, жиналғанымыз құтты болсын, осы дастархан жақсылыққа жайсын, екі жас бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, қоралары малға толсын, үйлері балаға толсын. Осылай ақ дастархан осындайға жайла берсін, туысқандар көбейе берсін, күліп ойнап. Осындай дастарханда жиналып бәріміз отыра берейік. Сосын алып қойыңыздар. Света жеңгемізге.
Екі жасына енді бақытты болсын. Керемет. Ата-ананың қадірін көзінің тірісінде сыйла, бағала дейді қазақ. Міне, сондықтан да ата-ананың қадірін білдірісінде онсыз алға баспайды бірісіңде. Бесігіңді тербеткен таң атқанша ұйқың тыныш болсын дейтін түн ішінде. Жәннаттың кілті ананың табанында, сондықтан мұң түсіріп алма жанарына. Аллахтың разылығын ала алмайсың, анаңның кірбің түсе қабағына дейді. Қарсы келмей Алланың әміріне, тірлікте жет ата-ананың қадіріне. Өлгеннен соң бәрі де кеш болады, алтын сарай тұрғызсаң да қабіріне деген екен ғой. Атаңның ақ батасын құрметтесең, анаңның ақ жаулығын кірлетпесең, Аллахтың разылығы сол емес па? Солармен бірге тұрып, бір көктесеңдер ғой. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, құшағы жұмақ, көкірегі бұлақ болған, апамызға, анамызға бір шапалақ ұрайық ағайын. Алда 2 жас Нұркен менен Ақеркенің ата енесі, құда мен құдағи жаңа жасын айтты. Енді әулет шаңыраққа келгеннен кейін тас ауыр түскен жеріне дейді қазақ. Міне бүгін бір баласы 2 бала болған, ақ түйені қарны жарылған, ақсарбастың басы асылған, үлкен берекелі той. Керемет тойдың алдында қазақтың салтын дәстүрін ұстап, төріне шығар, есігін көрсетіп, үйін көрсетіп жатқан сәкен құдаларыңызбенен Ақгүлде құдағиға шапалақ бар ма? Бар сәкен. Арқашында осындай төрде отырыңыздар. Әмин. 2 жасқа тілейтін бақытты болсын. Ауызбірлікті болсын. Бір-бірін сыйласын. Сіздерге, біздерге екі ортада жүрсін, шапқылап жүрсін. Бәріміз денсаулық тілеймін. Арқашында жақсылықта, артасына қанда бас болсын. Жүре берейік сіздерге. Айтам солсын. Әмин. Ал, құдағиларыңыздың. Не деген құда, кімнің құдасы екен, а? Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, екі баламыз бақытты болсын. Осы дастарханымыз тек қана тойға, жақсылыққа жайылсын, қуанышқа жайылсын. Бәрі жақсылық болсын, әр шаңырақта той ғана болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, бәрі жақсылық болсын. Рахмет. Қадырламайын, түбі діні хақ ислам, ері аттан, қазаны оттан, батыры тақтан түспеген қазақ деген сондай керемет мықты халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше қонақтар келіп жет әулетіме, арайлап атқан таңның сәулетіне, тойыңыз тойылмасын деп айтайық бүгінгі бітімдей атамыздың әулетіне. Аллахтың құлы, адамның ұлы, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, алтын асықтай ғана ағайын, өмірдің мәнін думан деп пайымдаған осы дастарханда апаңыз міне келінімен бірге 1 ай бұрын дайындаған. Даладай кең дастархан жайылмаса, құдаларым келмей қояма деп уайымдаған. Ұлттар мен ұлыстар қаптаса да, өз қазақи салтынан таймаған, тойын тойлаған, жердің жәннаты Жетісу ауылын жайлаған, бұрынғы мамыражай қалпынан таймаған. Бүгінгі қуанышты дастарханның егесі Шакира апам алыстағы ағайындарына хат жіберіп, жақындағы ағайындарына хат жіберіп, қаладағы ағайын менен ауылдағы ағайынның басын кешегі қандарымыз сөйлескен, билеріміз билескен хан сарайындай Талдықорғанның ең таңдаулы керемет тойханасын таңдап, 2 баласының үйлену тойын жүзеге асырғалы жатыр. Шакира апам баршаңыздан бірдеңе жинайын деп шақырған жоқ. Құдаларымды сыйлайын, төрме қондырайын, барымды қояйын деп әдемі дастархан жайды. Бүгін сондай жақсы күннің басы қасында адам адамға аманат, дидар көрсіп қалып бір ғанибет деп, бір-біріміздің жүзімізді көріп, дидарымызды көріп, арқа-шарқа болып міне таңнан бері осы әулеттің төрінде күліп ойнап жүріп жатырмыз ағайындар. Төбеден түскен төредей көп алған арындарыңыз құдалар, әрдайым осы әулетке келгенде төр болсын деп бір шапалағыңыздаршы. Ал құда мен құдағидың алтын тілегін бір ауыздан құптап, жұптап, тек қана ұрттап қояйық. Қалдырайық, а? Құда деген керемет мәртебемен әулетке келгеннен кейін бітімдей атамыздың әулетінде жасалып жатқан той бүгінгі құтты берекелі болсын. Атағынан ат үркетін жақсы әулет,
Бүгінгі кереметтей той болып жатқан әулет, сиырша әулеті, кереметтей әулет, аттылы адам түсіп, жаяу адам жатып қараған, сондай керемет әулет. Бітімдей атамыздың өзі жоқ болса да, сол кісінің өзін көрген, көзін көрген, зөңгілес жүрген, міне құдасы құдағия атамызды сипаттап айтып жатыр және. Әкең сөйле берсін, әкеңді көрген өлмесін дейді. Адам ұрпағыменен 1000 жасайды деген. Бүгін Шәкер апамның ұрпағы 1000 жасап жатыр. Шәкер апамның міне қолында отырған ұлы Сәкендей баласынан немере келін сүйіп отқан Шәкер апамның арманы керемет қой. Төбесі көкке жетпей, бір елі ғана жетпей отыр. Енді құл сүйден құл шықпа деген қазақпыз. Келген құдаларымызға, құдағиларымызға кішігірім ғана сый сияпат апамның өз қолынан тапсырайық. Баяғының 6 миллион құл болып шықпасын деп жатыр ғой. Әрине. Өткенде бәрі бұрыс оңынан болып жатқан. Енді мынау қырмызы ата енеңнің сый сияпаты. Мынау әкең өзі отырған. Міне мына отырғады. Мен білмейін еді. Мынау әкең мен шешеңдікі. Вот Тәтен. Тәтен. Новый год! Вау! Бұдан мынау сіздікі, мынау қырмызы сіздікі. Sәтті болсын тойлары, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықта, Құлагер жұлқынып, тай бурыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып Vatandı böreğin, arka versin böreğin, arkasında sizlerdi жақсылықта көрейін. Әуелі Allah қолдасын, әуелетіңін оңдасын. Оңды болып отқасын, ошақта отың аздасın. Қол ұстасқан екі баламның қолы мәңгілік ажырамасын. Шаңғырақтары биік болсын. Керегелері кең болсын. Терезелері тең болсын. Төрт құлас сай болсын, көңіл күйлер жай болсын.